Құдаларымыз Оралдан балық беріп жүрді, содан біз қарма жасаймыз. Екі түрлі қылып істедік. Мынаған кәдімгі еттің наны сияқты қылдық. Мынаны төрт бұрышты қылып ұсақ қылып турадық. Әр жерде әртүрлі, кейбіреулер лапша сияқты қылып кеседі. Керемет, иә. Сен бірінші рет жедің бе? Мен жегем. Мен Қарақалпақтың адамдарымен жегем. Арал жағында бұны керемет істейді. Соны еститінмін де. Қармалат дегені тазарттық деген сөз. Сүйегінен ажыратып, тазартып алдық. Міне наны дегенің керемет тамаша. Мынау ет, нан ешқандай езілген жоқ. Біз баяғыда торғайда осы балықпен өстік. Әке-шешелеріміз балықты қуырып та береді, жай пісіріп те береді, асып та береді, сол неше түрлі беретін. Міне мынау екінші түрін көреміз. Ет сияқты қылып істедік. Еттің наны, бұл кәдімгі бешбармақ сияқты. Тамаша. Мынау мен осылай қонақ шақырғанда дәмді майлы екен, май керемет. Оралдың балығы. Сол мінекей енді соны екі бөлегін пісірдік. Осы біздің каналға жазылыңыздар, бөлісіңіздер. Қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Рахмет.